Қызығыл әпкеміздің туған күні, зейнетке шығу күні екен. Соған арнап бір шағын өлеңім бар. Сол өлеңді айтып, сіздерге ақ тілегімді білдірейін. Қызылгүл. Әпкем менің асыл жаным тірегім, менің жүректерге төгілген бір шуағым, жаным жайсан, көңілі кең, бәрімізге панасын, сен бар жерде әрдайым шаттап тұрар қуаныш. Жезден, ерден келіңіз, қасымдағы сенімді бір серігім, бірге жүріп жалғап келдім өмір атты керуеннің. Тату-тәтті отбасымен бақыт құрып келесің, сол бақыттың қызығына бүгінде жетіп отырсың. Әсел қызын, ақылдысын, ел сүйсінген көркіндей қарлығашын, көңілдегі көктемдегі еркесай, аңсар ұлың, тірегім боп арманыңды жалғаған, бағаларың бақытты боп жүрегіңді тербеген. Назерке мен Делхан, Алмат, жеңдерім бар жайнаған, күлкілерін көрген жанның көңілдері жайланған. Аман менен азаматтай күйеу бала сыйлы боп, құрметіңді асқақтатып мейірімді той қылған. 22 сәуірдің көктем нұрын төгілді, сол бір күні асыл әпкем дүниеге келді. Туған күнің құтты болсын әпкетай, ардағым, бақыт құсы қонсын мәңгі сенің әппақ маңдайың. Биыл міне зейнеткерлік тойын келіп жетіпті, еткен еңбек, төккен терін қуанышын жетіпті. Құрметпенен қарсы алып тұр туған туыс ағайын, шаттықпенен қуанышқа толсын әрбір күн айын. Әпкем менің аман болшы, күліп жүргін әрдайым, қызыл гүлдей жайнап берші біздің асыл маңдайым. Денің сау боп, ғұмырың ұзақ болсын әрқашан, бақытпенен береке жүрсін мәңгі жан жағынан дейді. Бұл біздің әпкеме арнаған шағын өлеңім. Сонымен қатар дені сау болып, әрқашан ортамызда күліп ойнап жүре берсін. Міне доллар букет гүл. Ай, бәрекелді, тамаша. Еще әдемі қалтам бар. Осындайда бауырлар мен бажалар аман бола берсін дейміз. Тілек ниеттеріңізге көп рахмет, қадірменді меймандар. Барлығымыз айттық па? Жоқ, айтпаған кісілер бар екен. Аха, келіңіздер.